Армысыздар, қымбатты достар, сіздермен бірге мақсат, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Достар, егер де сіз МВД саласында жұмыс жасасаңыз, онда бұл бейнеролик сіз үшін көруге міндетті. Үлкен өтініш, бұл бейнероликті өзіңіз көріп қана қоймай, барша жақын, ағайын, туыс, бауыр, коллега бәріне таратыңыздар. Себебі өте маңызды тақырып қозғалып отыр, жігіттер. Үлкен өтініш, назарсыз қалдырмаңыздар, тоқтатыңыздар, осы мәселені көріп, жақсылап біліп алыңыздар. Неге десеңіздер, анау түскен жыл выплатаны бас салып, жақындарыңызға, әйелдеріңізге, бауырларыңызға жібермеңіздер. Кез келген ипмен шарт жасаспаңыздар. Үлкен өтініш сіздерге. Себебі ерте несие беру барысында өздеріңізге отказ алып қалу мүмкіншіліктеріңіз жоғары. Яғни бұл жерде мен сіздерге жалпы заңнама бойынша негізінде қалай болу қажет екенін түсіндіремін. Неге десеңіздер, жақын әскери баспана бойынша келесідей жағдай болды. Бір кісі тұрғын үй төлемдерін алып, әрқашанда өзінің жұбайын шотына жіберіп отырған. Жұбайын шотында аренда төлеп отырмын деп. Кейін банкқа келді, несиеге өтінім берді, ол кісіге отказ келді. Неге десеңіздер, себебі тұрғын үй төлемдерін мақсатты целевой қолданбаған. Осындай жағдай болмау үшін заң бойынша тоқтала кетсек, мен сіздерге қазір түсіндіре кететін боламын. Үлкен өтініш менің YouTube каналыма жазылып қойсаңыздар. Кеттік. МВД маңызды, тағы да айта кетемін. Достар, бұл видеоны бәріне таратамыз, жеткіземіз, ақпардар қыламыз. Мінекей, ЖСБ бағана арнайы приложениесіне кірдіңіздер, отбасы банкін, спецсчет, перевод, тип поручения таңдадыңыздар, үшеу шықты, депозит, аренда, на погашение займа. Яғни мен сіздерге алдында айта кеткем. Спецсчетта ұстаған қандай артықшылығы бар, депозитке аударған қандай артықшылығы бар. Ол жөнінде бейнероликтерді сіздер көрсеңіздер болады. Мен YouTube каналымда бар. Яғни депозитте 2% вознаграждение, мемлекет тарапынан берілетін 20% госпремия, оны бәрін айта кеттім. Енді бұл жерде бізді толғандыратын мәселе аренда жилья. Бұл жерде негізгі заңнама бойынша қалай болу керекін сіздерге түсіндіре кетемін. Достар, ертең өздеріңіздің департамент тарапынан проверка болып қалатын болса, дәл осы сәт әшкереленіп қалмасын. Қараңыздар, міне постановление негізінде сіздерге тұрғын үй төлемдері қай постановление негізінде төленіп отыр. Утверждено правительством Республики Казахстан, постановлением правительства Республики Казахстан от 5 августа 2021 года номер 524 дейді. Енді глава 1 общие положения. Қазір тұра тұрыңыздар. Осының 9-шы пунктын сіздерге ашам. Міне постановление 524, глава 1 общие положения, 9-шы пункт. Қалай айтылған? Жилищные выплаты имеют строго целевое назначение и не могут быть использованы сотрудником на цели, не предусмотренные статьей 101 и 5 закона деп тұр. Енді қараңыздар, мен көрдіңіздер ме? Мына мен айта кеттім, постановление 524, глава 1, пункт 9. Астыға өтсеміз 101-5 статья деп тұр. Оны да мен шығарып қойдым. Закон о жилищных отношениях, статья 101 и 5. Цели использования жилищных выплат. Енді бәрін оқып отпаймын сіздерге, оплата арендаға байланысын оқимын. Яғни екінші пункт, оплата аренды жилища или оплата аренды жилища с последующим выкупом деп тұр. Яғни бізге қайсысы қызықты бұл жерде? Оплата аренды. Аренда, түсініп тұрсыздар, аренда деп тұр. Кеттік әрмен қарай. Енді арендаға беру үшін, яғни сіздермен шарт жасасу үшін, арендаға беру үшін заңнама бойынша міндетті түрде патент болу керек. Жеке кәсіпкер болу керек. Өзінің банкта ашылған шоты болу керек. Және де сіздермен бірге міндетті түрде как аренда беруші ретінде договор аренды жасасуы шарт. Түсіністер ғой да? Міне заңнама бойынша 101-5 статья бойынша арендаға беретін адам, яғни ол жерде айтқан аренда жилищаға аласыздар деп айтылған, айып етпеңіздер. Яғни аренда жилищаға беретін адам міндетті түрде патенті болу керек, банктық шоты болу керек, шарт жасасу керек сіздермен. Енді патенттің жай ғана патент ала салу болмайды, немесе жай ғана кез келген кәсіпкерге барып таныс бағана үйдің алдындағы дворда тұрған магазин егесі, немесе тағы да ағайын бағана игрушечный магазин бар, ауылда бағанағы бір жерде киім кешек сататын жақын туыспен барып шарт жасап салып оған ақша аудара беруге болмайды. Неге десеңіздер, общий классификатор экономической деятельности бар, ОКЭД дейді оны. Қазақстан Республикасы ОКЭД деп Google жазсаңыздар түсінесіздер. Яғни патенттің целевое назначение ОКЭД бойынша общий классификатор экономической деятельности аренда и субаренда жилья болу керек. Көрдіңіздер ма? Яғни кез келген Ипға жүгіріп барасақ, кеш біз семен қазір аренда жилья жасайын деп едік, давай жасап жерекші деуге болмайды. Міндетті түрде ОКЭД бойынша патенттің целевое назначение аренда и субаренда жилья болу керек. Яғни
өздеріңіздің жақындарыңызбен бір аренда договор желия жасаса салып, олай да болай деген болмайды, достар. Бұл жерде бағанағы статьяда не деп жазылып тұрды? Оплата аренды деп тұр. Яғни оплата аренды. Яғни безвозмездно деп тұрған жоқ қой. Тұрғын үй төлемдерінің мақсаты бар ғой, оплата аренды. Сондықтан осы сәтте ескере кетіңіздер. Енді кез келген ИП-мен болмайды. Мен оны бағана айта кеттім. Міндетті түрде ИП-ның өзіндік целевой назначениесі болу қажет. Енді мынандай сұрақ сіздерде туындайды. Неге мен әйеліме жібере алмаймын? Көптеген адамдар жіберейін деп, ой қайық, қаншамаңыз жіберейін дедіңіздер ғой, әйелдеріңізге, жақындарыңызға қаншамаңыз тоқтаттым ғой. Жіберме, үйтпе деп. Жарайды, бір рет жіберіп қойыпсың, бірақ келесі үйтіп істеме, заң бойынша олай болмайды ғой деп. Бәрі сонда сұрақ қойды. Мәке, неге әйеліме жіберуге болмайды деді. Онда мен айттым, сен керемет сұрақ қойдың, бауырым дедім. Онда біз бүйтеміз дедім. Закон о жилищных отношениях ашамыз дедім. Ол жерде статья 101-3 деген бар. Статья 101-3-дің бірінші, екінші пунктін оқысақ, они не имеют жилища на праве собственности в данном населенном пункте или по месту работы дислокации. Пункт 2. Они не имеют в постоянном пользовании жилища, полученные из государственных жилищных фондов в данном населенном пункте, либо по месту дислокации. Жұмыс жасап жатқан жерінде. Не имеют жилища. Көрдіңіз ба? Яғни, сіз қалай өзіңіздің әйеліңізден арендаға квартираны снимать етесіз? Егерде сіз закон о браке ескеретін болсақ, өзіңізге пәтер, әйеліңіз өзіңде пәтер рәсімдейтін болса, во время брака, онда ол пәтер сізге де өтеді. Қалай сіз сол кезде әйеліңізде пәтер бола тұра, өзіңіз тұрғын үй төлемдерін аласыз. Яғни сіз тұрғын үй төлемдерін алмауға негізінде міндеттісіз. Көрдіңіздер ма? Сондықтан үлкен өтініш, достар, әйелдерімізге, жақындарымызға тұрғын үй төлемін жібермей қойайық. Ол заңға қарама-қайшы. Енді мүмкін әрине шешім, нақты шешім жігіттер өздеріңізде. Жігіттер, қыздар, ағалар, әпкелер шешім өздеріңізде. Менің мақсаты сіздерге заңнама ретінде негізі қалай жазылған толыққанды түсіндіріп өту. Яғни ертең департамент тарапынан тексеріс болып қалатын болса, мысалы военныйларда военный прокуратура деген бар, солар мысалы тексеріп қалуы мүмкін. Сіздерде өздеріңіздің департамент тарапынан тексеріс болып қалатын болса, документтеріңіздің бәрі әйтеуір дұрыс болсыншы дегенім ғой. Айта кеткім келген не? Депозит, оны бағана түсіндірдім. Спецсчет несі дұрыс, аренда жилья. Міндетті түрде бағана статьяларға назар аудардық. Сіздермен шарт жасасатын жеке кәсіпкердің патенті болу қажет, банкта шоты, шарт жасау керек, міндетті түрде сіздермен. Бағанада шарт жасамай қойса қайтеді деп жүрген жандар, әрине банк тарапы оны сұрамайды, сіздерден шарт жасап отырсыздар ма деп. Бірақ ертең өздеріңіздің департаменттарыңыз тексеріп қалса, сіздердің целевой использование жилищный выплат қалай растайсыздар? Қандай құжат көрсетесіздер? Ай сайын аударып отырсыңыздар, договор жоқ. Мен ойымша, ол жерде шамал дұрыс емес мәселе туындауы мүмкін деп ойлаймын. Бірақ тағы да айта кетем, шешім өздеріңізде. Мен сіздерге дұрыс бағытты көрсетудемін. Әрмен қарай, кез келген ИП-мен бас салып шарт жасауға болмайды. Бағана айттым, общий классификатор экономики дейтініз, ОКД бойынша міндетті түрде оның жұмыс жасайтын мақсаты аренда и субаренда жилья болу керек ИП-ның. Туыстардың, ағайындардың, бауырлардың бағанағы базардағы бутигі бар деген киім сатуға алған арнайы өздерінің классификатор целлары, немесе мақсаттары супермаркет деп тұратын болса, оны сіздер алып, сол ИП-мен шарт жасап ертең ақша аударып жүрмеңіздер. Мен ойымша, сіздердің департаменттеріңіз тексеретін болса, бұл жерде де қосымша мәселе туындауы мүмкін. Және де біздің тарапқа келетін мәселе, яғни біздің тарап демей-ақ қойыншы, банктардың тарапы дейінші, ең бастысы сіз әйеліңізге жіберіп отпасаңыз болды. Ең бастысы әйеліңізге жіберіп отпасаңыз болды. Бірақ болашақта қандай да бір өзгерістер, требованиялар өзгеріп кететін болса, мүмкін мына сәттерді сұрап қалуы мүмкін. Себебі бұл сәттердің бәрі заңнамада қарастырылған. Енді мәке, неге шошытып тастадың, не айттың, үйттің, бүйттің деп үлкен өтініш маған ренжімесеңіздер. Сіздер білесіздер, мен сіздерге барынша дұрыс жолды, барынша қосымша ақпаратты беріп отырамын. Мысалы, мына заңдардың бәрін оқығанына қанша уақыт кетеді. Бостан-бос шыға салып бағана мына заңға ссылка жасайды, мына заңда былай айтылады, мына заңда келесідей айтылады деп. Мен сіздерге ақпарат айта алмаймын. Оны айту үшін мен белгілі бірінші өзім дайындалып алуым керекпін. Сондықтан ақпаратты сіздерге жеткіздім. Енді шынында да ИП бағанағыдай өзі аренда беру үшін міндетті түрде шынында да осындай назначение керек. Ол нарықта бар мәселе.
өз әйеліне ақша жіберуге болмайды аренда үшін, ол да бар бағана заңда оқылып тұрған. Осы сәттің бәрін ескеретін болсаңыздар. Үлкен өтініш достар, мен YouTube каналыма жазылып қойсаңыздар, шында да шын жүректен, ниеттен жасалынып отқан бейнероликтер мейлінше дұрысынан қолдансын деп отырған бейнеролик, жалпы шешім өздеріңізде. Бірақ мен осы сәттердің бәрін ескерсеңіздер екен деген менде ниет, тілек, пікір бар. Әр қазақстандық баспаналы болсын, мен YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар, мақсатпен мақсатқа.